10 физика 3 тоқсанға арналған тжб. Екі оқушы модельдеуді бойынша тең екі нүктенің зарядтар жүйесінің күш сызықтарын кескіндеді. Қай суретте зарядтардың күш екі оқушы модульдері бойынша тең екі нүктелік зарядтар жүйесінің күш сызықтарын кескіндеді. Қай суретте зарядтардың күш сызықтары дұрыс кескінделген? Ол бізде мынау екінші сурет болады жауабы. В нүктесі АС кесіндісінің ортасында орналасқан қозғалмайтын нүктелік Q заряды А нүктесінде, ал минус 2 Q заряды С нүктесінде орналасқан. В нүктесіндегі қорытқы кернеуліктің бағытын сызып көрсетіңіз. В нүктесіндегі қорытқы кернеуліктің бағыты ол минус 2 Q зарядқа қарай бағытталады. Неге? Себебі мынау үлкен заряд шамасы. Келесі. Массасы М зарядталған бөлшек біртекті электр өрісіне В нолевой жылдамдықпен ұшып кірді. Суретте электр өрісінің күш сызықтары көрсетілген конденсатор пластиналардың таңбасын белгілеңіз. Бізде мынау жоғарғы пластина ол бізде оң таңбалы болады, ал төменгі пластина бізде теріс. Міне, мына төменгі пластина, жоғары пластина бізде оң. Суретте зарядқа әрекет ететін күш бағыты және зарядтың траекториясы көрсетілген. Осы мәліметтерді пайдаланып зарядтың таңбасын анықтаңыз. Заряд бізде оң заряд болады. Физиканың тжб, бжб-ға көмек керек болса, WhatsApp-қа жазыңыз. Келесі. Электр өрісі мен гравитациялық өрісінің бір ұқсастығы мен бір айырмашылығын анықтаңыз. Ұқсастығы арақашықтың квадратына кері пропорционал, ал айырмашылығы гравитациялық өріс массасы бар денеге, ал электр өрісі бізде зарядталған денеге. Ол бізде мынадан F тең электр өрісінде бізде K Q1 көбейтілген Q2 бөлінген R квадрат, ал гравитациялық өрісте G M1 M2 бөлінген R-дің квадраты. Яғни гравитациялық өрісінде массасы бар денеге, ал F деп отқанымыз электр өрісі ол зарядталған денеге. Келесі. Астарларының арасында диэлектригі бар жазық ауа конденсатор аккумуляторға жалғанған. Конденсаторды аккумулятордан ажыратпай оның астарларының арасындағы диэлектрикті алып тастайды. Осы кезде конденсаторның электр сыйымдылығы және оның астарларының арасындағы потенциалдар айырымы қалай өзгереді? Конденсаторның электр сыйымдылығы бізде кемиді, конденсатор астарларының арасындағы потенциалдар айырымы бізде өзгермейді. Келесі. Боймен электр тоғы өткенде төменде аталған орталардың қайсысындағы зат тасымалы болмайды дейді. Бізде ол болмайтындар металлдарда және жартылай өткізгіштерде. Осы екі вариант дұрыс болады, себебі бірнеше жауап болуы мүмкін деген. ПН ауысымның негізгі қасиеттерін төмендегі жауаптар арасында таңдаңыз және оны осы қасиетті пайдаланып қолдан. ПН ауысымның негізгі қасиетін төменгі жауаптар арасынан таңдаңыз және осы қасиетті қайда қолданатынын анықтаңыз. Бізде бір жақсы өткізгіш үшін қолданылады. Қолдануы жартылай өткізгіштер мен диодтарда қолданады ПН ауысуын. Келесі. Төменде берілген тұжырымдар арасында асқын өткізгішке тән қасиеттерді құбылыстың байқалуының сәйкестікті көрсету арқылы анықтаңыз деген. Асқын өткізгіш магнит өрісін тебеді. Асқын өткізгіштік құбылысы байқалады. Электр кедергісі нөлге ұмтылғанда электр өткізгіштік кедергіге кері пропорционал. Келесі. Екі параллель көлденең металл пластиналар бір-біріне 4 мм ара қашықта орналасқан. Потенциалдар айырымы 480 вольтқа тең. Тұрақты тоқ көзіне пластинаға кілт арқылы қосылған. Екі пластина арасындағы электр өрісі пайда болды. Электр өрісі ұғымын түсініңіз. Электр өрісі материяның түрі, оның бар екенін зарядқа әрекеті арқылы анықтайды. Суретте электр өрісінің күш сызықтарының бағытын көрсетіңіз деген, міне бағытын көрсетіп қойдық. Плюстан минусқа қарай болады. Екі пластина арасындағы электр өрісінің кернеулігін есептеңіз. Біз кернеулік деп отқанымыз ол кернеудің бізде D арақашыққа қатынасы болады. Біздегі екі пластиналар арасындағы кернеу 480 деген ғой, ал пластиналардың арақашықтығы 4 мм, ол бізде 4 көбейту оның минус 3 дәрежесі метр болады. 480-ді 4-ке бөлетін болса ол 120 көбейтілген оның 3 дәрежесі вольт бөлінген метр болады. Келесі. Білім алушы тізбекте жалған 3 батареядан тұратын электр тізбегін жинады. Әр батареяның электр қозғаушы күші 2 вольт. Суретте К және Л қысқыштарына жалғанған біртекті металл өткізгіштен А амперметр және X резисторынан тұратын тізбектің схемасы көрсетілген. 3 тізбекте қосылған батареяның жалпы электр қозғаушы күшін анықтаңыз. Не? Бір батарея, мынау 2, мынау 3. Бәрі бір-біріне тізбекте. Тізбекте қосылған кезде біз E1 қосылған E2 қосылған E3 формуласын пайдаланамыз. Сонда әр қайсының электр қозғаушы күші 2 вольт болатын болса, бізде 3, 2 қосылған 2 қосылған 2 ол бізде 6 вольт болады.
егер біртекті металл өткізгіштің ұзындығы 2 есе қысқарса, онда X резисторындағы кернеудің түсуі қалай өзгереді? Жалпы бізде кернеу деген қандай? U1 деп отқаным ол I1 көбейтілген R1 болады. Дәл солай. U2 деп отқанымыз ол I2 көбейтілген R2 болады. Енді бізге айтқан нақты кедергі деген қандай нәрсе? R1 кедергіні біз былай алайық. Ρ1 көбейтілген L1 бөлінген S1 деп ала салайық. Дәл солай. Біздегі R2 деп отқанымызда тур сондай. Ρ1, бірақ мына жерге біз L2 деп жазамыз, мына жерге S1. Неге L2? Себебі ұзындық қана өзгеріп жатыр. Қараңыздар енді. Ρ1 ұзындығы бізде 2 есе қысқарса деген, значит, бізде L1 бөлінген 2 S1 болады. Мына жақта 2 астына түседі. Сонда Ρ1 көбейтілген L1 2 S1 болады. Сонда U1 тең болады I1 көбейтілген R1 деп отқанымыз Ρ1 L1 бөлінген S1 болады. Дәл солай. U2 деп отқанымыз I2 көбейтілген R2 деп отқанымыз Ρ1 L1 2 S1 болады. Сонда мынау бізде I2 деген тоқ күші де өзгермейді, ол I1-ге тең, значит Ρ1 L1 бөлінген 2 S1. Енді бізде сонда қарасақ I1 көбейтілген R1 L1 бөлінген S1 деп отқанымыз ол R1-ге тең. R1 бөлінген астында 2 қалды. Сонда біздегі кернеуіміз, қараңыздар, I1 көбейтілген R1 деген ол U1 бөлінген 2. 2 есе кемейді кернеуіміз. Келесі. Егер тоқ көзінің ішкі кедергісі 1 омға тең болса, онда тоқ көзінің электр қозғаушы күші неге тең болады дейді. Бізде электр қозғаушы күш деп отқанымыз ол I R қосылған R формуласы бойынша анықталады. Бірақ біз жалпы кедергіні табуымыз керек. R жалпыны табу үшін не істейміз? Ең бірінші біз мына жерде R1 мен R2 бір-біріне параллель, соны тауып алайық. Сонда ол R12. Бұл деген сөз 1 бөлінген R1 қосылған 1 бөлінген R2 болады. Сонда бізде 1-ді бөлем 3-ке қосамын, 1-ді бөлем 1-ге ортақ бөлім 3-тен болады. Мынаған 3 барады. 4 бөлінген 3 болады. Сонда осы жерден R12-ні табатын болсақ, ол 3 бөлінген 4 10 болады. Ал R жалпы деп отқанымыз ол R3 қосылған R12. Бұл деген сөз бұл тең болады. R3 деп отқанымыз 5-ке тең, қосамын 3-те 4 болады. Бұл бізде 5-ке қосамын 3-те 4-ке бөлсек мөлі 75, 5-те 75 10 болады деген сөз. Ал енді бізде ішкі кедергісі 1 ом деп берген, ал тізбектегі мынау амперметрдің көрсетуі мына жердегі 1 ампер деп тұр. Енді қараңыздар, бұл бізде мынау R1 резисторының тоқ күшін көрсетіп тұр. Енді қараңыздар, параллель жалған кезде бізде U1 мен U2 бір-біріне тең болатын еді. U1 тең болады U2 кернеулер. Сонда мынау U1 деп отқаным I1 көбейтілген R1 тең болады I2 көбейтілген R2-ге. Мендегі I1 деп отқаным 1-ге тең, R1 деп отқаным 3-ге тең. Ал I2 бізде белгісіз, оның R2 кедергі бізде 1-ге тең екен. Сонда I2 деп отқаным ол 3 ампер екен. Мына жерден өтетін тоқ күші 3 ампер. Енді қараңыздар, параллель жалған кезде жалпы кедергі осы екеуінің қосындысына тең болады. 1 қосылған 3 тең болады 4 амперге. Сонда мынаған бізде 4 ампер тоқ күші кіреді. 4 ампер қайттан шығып кетеді деген сөз. Жалпы тоқ күші 4-ке тең. Значит, мына жерге I жалпыға 4-ті қоям, ал R жалпы кедергі 5-те 75, оған қосамын R ішкі кедергі 1-ге тең. Сонда 5-те 75-ке 1-ді қоссақ 6-та 75, 6-та 75-те 4-ке көбейтемін. 27 вольт болады. Келесі. Электромашина батареясы қозғағыш моторды 96 ампер және 120 вольт болатын тоқпен қамтамасыз етеді. Батареяда қандай энергия түрленуі болады? Химиялық энергияны электр энергиясына. Мотордың 10 минут уақыт ішінде тұтынатын энергиясын анықтаңыз. Электр энергиясын киловатт сағатпен өрнектеңіз дейді. Бізде А тең болады I U T деген формула бойынша. Біздегі I деп отқанымыз 96 көбейтемін. U деп отқанымыз 126 деп отқанымыз бізде 600. Енді осыны есептеймін. 6.912.000 джоуль
болады. Ал енді бұны мен киловатт сағатқа айналдыратын болсам не істеймін? Мен әрине осы 6.912.000-ды бөлемін. 1 киловатт сағат дегеніміз ол бізде 3/6 көбейту 10-6 дәрежесіне. Енді осыны есептейміз. 1/92 киловатт көбейтілген сағат болады екен. Осымен менің БЖБ талдауым аяқталды. Егер БЖБ талдауың ұнаса, каналға тіркел, лайк басып, все қоңыраушасын басып қой. Осы БЖБ талдауды достарыңа тарат. Физикадан БЖБ, ТЖБ-ға көмек керек болса, WhatsApp-қа жазсаңыз болады.